Саламатсыздар ма, құрметті тыңдармандар. Сөзі жоғалған жұрттың өзі де жоғалады. Ахмет Байтұрсынов атамыз бұл жерде не айтқысы кеп тұр? Тілге қызмет ету бұл белгілі бір халықтың тілін сақтау, дамыту және күнделікті өмірде дұрыс қолдануға үлес қосу дегенді білдіреді. Тілге қызмет ету әр адамның өз тілін құрметпен оны дамыту, келесі ұрпаққа жеткізумен байланысты. Тілге қызмет ету негізгі жолдары: ана тілінде дұрыс сөйлеу, жазу. Тілді күнделікті өмірде қолдану, үйде, мектепте, қоғамдық ортада қазақша сөйлеу, ұлттық дәстүр мен әдебиетті насихаттау, тілдің рухани құндылықтарын арттыру, қазақ тіліндегі кітаптарды оқу, сөздік қорымызды байыту, мәдени мұраны сақтау, ғылым мен технологияны қолдану, интернетте қазақ тіліндегі контенттерді көбейту. Қазақ тіліне қызмет ету, қазақ тілін сақтау, дамыту және оның қоғамдық барлық саласында кеңінен қолдануға үлес қосу дегенді білдіреді. Әр азамат өз ана тілін құрметпен дұрыстап қолдануынан басталады. Өйткені Қазақстан үшін қазақ тілі мемлекеттік тіл, сондықтан оған қызмет ету елдің мәдениеті мен болашағына қызмет ету болып табылады. Назарларыңызға рахмет. Баршамыз атсалысып, өзіміздің қазақ тіліміз, ана тіліміз болған қазақ тіліне қызмет етуімізді жалғастырайық.